Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге мен әр қонақ күтуден қалған азық-түліктерден осындай керемет сэндвич жасап үйретемін. Ол өте оңай әрі өте дәмді. Бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге помидор, огурцы, колбаса, сыр, картофельный фри, грибы, салатные листья, жұмыртқа, укроп, көкпияз және нан қажет. Ең алдымен жұмыртқаны жарып, оған тұз бұрыш салып, нанды екі жағынан батырып, 180 градуста печкада қызарғанша екі жақтан пісіреміз. Келесі этап бұл помидор мен огурцыды видеодағыдай етіп турап аламыз. Дайын болған нанның үстіне өздеріңіздің қалауларыңша ингредиент салсаңыздар болады. Мен колбаса салдым. Одан кейін үстіне шампиньонын салдым. Әрі қарай мен үстіне сыр салдым. Егер сыр жақсы көрсеңіз, екі қатар қылып салсаңыз болады. Дайын болған сырный бутербродты печкаға салып, сырды ертіп аламыз. Одан кейін үстіне фри саламыз. Дәл видеодағыдай етіп, помидорларды қатарынан қойып шықсаңыздар болады. Әрі қарай салатный листьяны бутербродтың бетін толықтай жапқанша салсаңыздар болады. Соңына қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша свежий огурцы немесе соленый огурцы салыңыздар. Жиналған сэндвичтің үстін нанның екінші бөлігімен жауып, үстін майонезбен немесе укроппен, көкшөппен әрлесеңіздер болады. Егер де сэндвичті пышақпен кескен кезде жырып кетпес үшін осындай зубочисткамен қыстырып қойсаңыздар болады.